Өлексемен қоректенетін құстар арасында ең әйгілісі құзғын десек қателеспейтін шығармыз. Қадам заманнан бері ол рахаб немесе перғауын тауығы деген атпен белгілі. Бұл құс сонау ежелгі Мысырдағы ғимараттардың қабырғасында бейнеленген. Ол өз тұқымдастарына қарғаныкіне ұқсас, дене тұрқы, сүйір ұзын қанатымен қауырсыны және ұзындау келген құйрығымен ерекшеленеді. Тұмсығы да ұзындау, тұмсығының жартысынан көбін бөлсір алып жатыр. Тұмсықтың жоғарғы жағында жіңішке әрі әлсіздеу ілмегі төменге қарай иіліңкі болып келеді. Сирағы да қауқарсыз, ортаңғы башпайлары ұзындығы табан сүйегімен бірдей. Құзғын ақылдан кемде емес. Ол өзіне ненің пайдалы, ненің зиянды екенін жақсы біледі. Тіпті қиын қыстау сәтте құзғын айлаға салып қорегін табуға тырысады. Оны жалқау деуге әсте болмайтын шығар. Керісінше, құзғын көп қимылдайды, кейде бірнеше сағат бойы қанатын шынықтыруы мүмкін. Дегенмен қарнын тойдырған соң ұзақ уақыт бойы тапжылмай бір орында отыра береді. Секектеп қозғалғанда дәу қарғадан аумайды, ал көкке көтерілгенде ләйлікке немесе сақалтайға ұқсас болып келеді. Әйтсе де құзғын баяу ұшады, оның үстіне сақалтай сияқты әдемі қалықтай алмайды. Құзғын жыртқыш құс. Жер бетінде оның тек екі түрі ғана кездеседі. Атап айтқанда кәдімгі және қоңыр құзғын. Екеуі де күшігіндер тобында айрықша орын алады. Мұның себебі мынада: бұл құстардың дене бітімі бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Ең алдымен құзғынға көз салсақ, құстың денесі шағындау екені бірден байқалады. Екеуінің де ұзындығы 60 сантиметрден аспайды. Ал салмағы ары кетсе 1,5-2 килограмм шамасында. Демек, өзге күшігендер арасында ең кішкентайы да осы құзғын. Аласа бойына сәйкес оның тұмсығы да жіңішке, әрі әлсіз. Тұмсығының ұшында ұзын ілмегі болады. Құс бұл ілмекті қорегін шұқып жеу үшін пайдаланады. Қоңыр құзғынның қауырсыны бүкіл денесін жауып тұрады. Тек басы мен мойны ғана ашық. Ал кәдімгі құзғынның денесінде ашық жері жоқ. Басындағы қауырсыны шошайып тұрғандықтан сыртынан қарағанда кәртәміз сәнқойға ұқсап келеді. Қоңыр құзғынның да қауырсыны қошқыл, ал терісі сұр болып келеді. Кәдімгі құзғынның терісі ашық сұр түсті, терісі қызғылт сары. Құзғын тамақ талғамайды, ол көзіне түскеннің бәрін жей береді. Әсіресе ірі өзендердің, теңіздердің жағалауында өлексе көп кездеседі. Тым болмағанда өлі балық пен теңіздің тіршілік ететіндер табылады. Құзғын тіпті ұсақ тірі жәндіктермен де ауыз салады. Ол егеу құйрықпен, тышқан, ұсақ құстармен, кесіртке және тағы басқалармен бауырымен жорғалаушыларға тасадан тап береді. Ұядан жұмыртқа ұрлап, далада толып жатқан шегіртке мен өзге де жәндіктерді аулайды.